Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін жеңіл, өте дәмді әрі тез дайындалатын фрикаделькидан сорпа дайындаймыз. Ең алдымен тартылған етке осы пиязды қосу үшін жақсылап турап аламыз. Яғни майдалап, төрт бұрышты етіп турасаңыздар болады. Қосып жатырмыз. Менде тартылған сиыр еті. Әрі қарай бір жұмыртқа қосамыз, және де өзіміздің тұз, қара бұрыш, кориандр, басқа да дәмдеуіштерді қосып жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді фрикаделькиларымызды домалақтап формасына келтіреміз. Қолдарыңызға қатты жабысып қалмау үшін қолдарыңызды осылай суға малып тұрсаңыздар, өте әдемі болып, домалақ болып формасы келтіріледі. Әрі қарай пиязымызды және де қызыл болгар бұрышын, сәбізді турап алатын боламыз, яғни сорпаға қосу үшін. Қазанымызға кішкене май құйып, қызғаннан кейін пиязды қосып, әрі қарай болгар бұрышын қосып жақсылап қуырамыз. Қызартып қуырып алғаннан кейін бір шай қасық томат пастасын қосып араластырып, артына су құятын боламыз. Суымыз қайнады. Осының үстіне сәбізді қосамыз. Бетін жауып, асты қайнаған соң отты басып, жай отта 3-4 минут қайнатамыз. Қайнағаннан кейін арасында тұз қосып жібереміз. Міне әдемі қайнап жатыр. Осы уақытта фрикаделькиларымызды салатын боламыз. Барлығын салып болған соң бетін жауып, жай отта қайнатып бастаймыз. Осы уақытта бетіне көбіктері шығатын болады. Көбіктерін осылай қасықпен алып тастайсыздар. Бетін жауып, жай отта дайын болғанша қайнататын боламыз.
Дайын болған уақытта осылай укроп қосып жақсылап араластырамыз. Міне фрикаделькімен сорпамыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Дайындап көріңіздер. Ас болсын!